Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай оливье салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын, яғни өзімнің әдісіммен. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде рецептін жасап көріңіздер. Мұнда маған керек заттар: тұздалған қияр, қайнатылған картоп, қайнатылған сәбіз, қайнатылған ет және қайнатылған жұмыртқа, керегінше тұз, майонез ғана керек болады. Мұнда қайнатылған етті дәл видеодағыдай майда 4 бұрышты бөліктерге турап алатын боламыз. Менде жылқы етімен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады бұл салат. Бұл салаттың негізгі классикалық рецептісінде қайнатылған шұжық, яғни вареный колбаса қолданылады. Бірақ та мен өзіміздің отбасымызда осындай қайнатылған жылқы етінен жасаймыз, сондықтан да дәмі ерекше және де дәмді болып шығады. Сондықтан сіздерге де осындай кеңесім бар. Дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Енді қайнатылған картопты да дәл бірінші ет турағандай майда 4 бұрышты бөліктерге бөле отырып турап алатын боламыз. 4 бұрышты бөліктерге турамайым десеңіздер, соломка қылып турасаңыздар да болады. Яғни екі вариантта турасаңыздар болады. Мына картопты да шұңғыр ыдысымызға орналастырамыз. Келесі қайнатылған сәбізді да дәл картопты турағандай 4 бұрышты майда бөліктерге бөле отырып турап аламыз. Салатта көрсетілген құрамды өздеріңіз көбейтіп немесе азайтып отырсаңыздар болады, яғни отбасындағы адам санына байланысты. Мұны енді сәбізді орналастырамыз. Ары қарай тұздалған қиярды да 4 бұрышты майда бөліктерге бөле отырып турап алатын боламыз. Егер де тұздалған қияр үйде болмай қалған жағдайда, орнына жасыл бұршақ, яғни зеленый горошек қоссаңыздар да болады. Бірақ та жасыл бұршаққа қарағанда осы тұздалған қиярмен дәмдірек болып шығады бұл салат. Қиярымызды да орналастырып аламыз. Енді жұмыртқамызды да майда 4 бұрышты бөліктерге бөле отырып турап аламыз. Мұны енді жұмыртқамызды орналастырамыз. Барлық затымызды турап орналастырдық. Енді дәміне қарай тұзды қосатын боламыз. Егер де тұздалған қиярларыңыз аштылау болса, тұзы, ол кезде тұзды аздау қосыңыздар. Енді керегінше майонезімізді қосып, қасықтың көмегімен салатымыздың барлығы бір-біріне біріккенше араластырып аламыз. Мұны менде осындай өте тәбетті ашатын дәмді салат шықты. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұл салатты көбіне отбасындағы балалар өте сүйсініп жақсы жейді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, қонақтарыңызға жасап беріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.